Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге шабуылдау туралы айтқым келеді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай жар арқылы бір жаттығу жасауға болады. Жаттығу дегеннен гөрі өз-өзіңмен дайындық. Мына допты басқару керек. Доп сен емес, сен допты басқару керексің. Сен доптың қаяққа ұшқанына байланысты былай қисайып кетпей, мысалы асып баратса бір орында тұрып созылмай деген сияқты. Мен жасап жатырып сіздерге түсіндіре беремін. Мысалы жармен осылай аяқ. Бұл жерде ең бастысы әдемілікке көп. Мысалы әдемі былай ұрып техникамен. Бұл жерде ең бастысы допты мана айтқанда басқару. Доп сені басқармау керек. Сен допты басқару керексің. Ол басқару дегеніміз не? Управлять ету керекпіз. Мысалы доп былай кетіп қалған жағдайда аяқпен шығып, яғни бұл жерде кистімізді бос ұстауымыз керек. Үнемі шабуылдаған кезде, шабуылда осылай ұрып дайындалған кезде кистіміз бос болып, аяғымызды еркін қимылдатып жүруіміз керек. Алға, артқа, жанға деген сияқты. Бұл жаттығуға ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, сақтап қойыңыздар.